Шахкәрім Құдайбердіұлы. Сабырлық діннің жартысы. Ашу келсе тұрғызбас, артына мойын бұрғызбас. Көрнеу отқа салады, орынды жұмыс қылғызбас. Ыза керсе бойынды, ойлатпайды ойынды. Бас қызып алсаң пайда жоқ, батпаннан ауыр шойынды. Ашумен қылған іс емес, қайрат емес, күш емес. Ашуына билеткен ақылы түзу кіс емес. Пішінің кетер қуарып, аузың ернім ұзарып. Тышатұғын баладай, екі көзің қызарып. Қабаған иттей арсылдап, дуанадай қалшылдап, ызы қылған кісінің соңынан қалмай жалпылдап. Осыдан пайда не шықты? Мас күнінде не ұқты? Ақылға салып ойлашы, мұнымен болар кім мықты? Буындырмай өзінді, бұлтитпай-ақ көзінді. Ойланып айтсаң болмай ма, керекті ғана сөзінді. Бойды ашуға билетпе, басынан жаман еретпе. Адырайып, аптығып, бір жерінді күйретпе. Билеп алсам ашуды, пайдасыз істен қашуды. Сонда әдемі байғарсың, аяқта қалай басуды. Ашусыз адам болмайды, ескеру керек ондайды. Қап өткізбей қайырып, алмағандар оңбайды. Еріншек, ашу, құмарлық, бұларды істен шығардық. Жамандықтың басы осы, кісі болса ұғарлық. Дұшпаным атса маған тас, жар жіберген көзбен қас. Ұстап, сүйіп боламас, бал ғой мені сөккен тіл.